Сәлем, менің құрметті оқырмандарым, барлығыңызға қайырлы күн. Арнамда жаңа видео, жаңа рецепт, міндетті түрде қолдай кеттіңіз. Соңына дейін қарап, осы бір дәмі тіл үйіретін, ешқандай қуырусыз духовкада аз ғана уақытта дайын болатын тёршен язык дейміз, немесе кабачкидан роллы дайындайтын боламыз. Салаттың орнына да жүретін өте керемет тәбет ашатын дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Кабачки сезонында өте керемет рецепт ұсынғалы отырмын. Алдымен кабачкиді жақсылап тазалап, қағаз сүлгімен сүртіп құрғатып алыңыз. Одан кейін түптерін алып, жіңішкелеп, осы видеодағыдай етіп кесіп алыңыз. Қатты жуан да, жіңішкеде болмағаны дұрыс. Өзіңізге ыңғайлы етіп, осылай кесіп алыңыз. Құрамы қарапайым заттардан өте жеңіл дайындалады. Қазір сезоны кезінде өте арзан, сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіз. Жұмыртқаны осылай жарып, араластырып, одан кейін тұзын бұрышын қосып алыңыз. Мен паприка қостым және тұз қостым. Енді жақсылап осы массамызды араластырып алғаннан кейін кабачкиларымызды алып, осы жаңа жұмыртқаға бір ғана жағын, яғни екі жағын емес, бір ғана жағын аунатып алып, одан кейін планировочный сухари дейміз ғой, кептірілген нан үгінділері, соған бір жағын аунатып, противенге жаңағы нан ұнтағына аунатқан жағын жоғары қаратып, противенге барлығын салып шығатын боламыз. Жақсылап жұмыртқаны және кептірілген нан үгіндісіне барлық жеріне тиетіндей етіп, асықпай аунатып алыңыз. Содан кейін 180 градуста пеште жаңа кабачки піскенге дейін 25-30 минуттай ұстап алатын боламыз. Енді ішіне салмасы үшін салат жапырағын және қызанақты турап алыңыз, кесіп алыңыз, яғни ыңғайлетіп. Ал енді ішіндегі соусы үшін майонезді, сарымсақты және укропты турап салып араластырып алыңыз. Одан кейін жаңағы кабачкиге жағып, ортасына салат жапырағын, қызанағымызды салып, әдемі роллыларды орап шығатын боламыз. Міне бар болған осы, аз ғана уақыттың ішінде тәбет ашатын өте үйлесімді дәмі бар. Жаңа айттым, салаттың орнына дайындауға болатын өте керемет тіскебасарлар дайын болады. Дастарханның көркін ашады, тәбетіңізді ашады. Сондықтан осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіз. Ешқандай майға қуырмайсыз, өйткені майға қуырған кезде артық майы бар, жегенде майы шығып сондай болып тұрады. Ал мына духовкаға дайындалған кезде ешқандай артық майсыз, өте керемет кабачкидің өз дәмімен өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Видео мынаған пайдалы болған болса, пікіріңізді жаза кетіңіз.